Ауыл ата бабамыздың өмірге келіп, кіндік қаны тамған жері, туған жері, маңдай терісі төгілген киелі мекен. Анаңның әлдейі, аялы алақаны қандай қымбат болса, ауыл соның негізгі ұясы. Ауыл қазақтың алтын бесігі, сұлу сөз өрнектеген ақын, ән тербеген сазгер, қызыл тілді шешен, ел қорғаған қарапайым адамдар ауылдың қара шаңырағынан шыққан. Біз үшін ұлтарақтай жерінің өзі қымбат қазына. Ауыл сол жерде өмір сүрген барша халықтың шежіресін жазып беретін мәңгілік кітабы. Елбасымыздың біз кез келген ұлттың түп тамыры ауыл жұртында жататынын естен шығармауға тиіспіз деген сөзі өте дұрыс айтылған. Ауыл тарихын айтатын болсақ, іргесі кеңес үкіметі құрылмай тұрғанда қалыптасқан. Алғашында 4-5 ауылға бөлініп ел жайылған. Кезінде үлкен совхоз болған. 1913 жылы осы біз туған ауылдың негізі қалыптасады. Бұрынғы Ырысқоның негізгі Қызылқайын совхозы құрылды. Қазіргі кезеңде Сарысай ауылы Қызылсу ауылдық округіне қарайды. Қызылсу ауылдық округінің жалпы аумағы 123.016 гектар. Облыс орталығынан 100, аудан орталығынан 20 шақырым. Қызылсу ауылдық округінің аумағында төмендегідей ауыл аймақтары жатады. Сарысай, Қызылсу, бұрынғы Жангелді, Еңбекші, және де шамалы ғана отбасы тұратын бөлімше Көгүй. Ауылдық округ бойынша 238 отбасы саналады. Онда 1053 тұрғындар тұрады. Аймақ өңірінде 2 орта мектеп, фаптар, 2 пошта, 2 байланыс бөлімшелері, МТМ, 2 ауылдық кітапханасы, мәдениет үйлері жұмыс істейді. 2 орта мектептерде кең жарық және биік спорт залдары бар. Ауылдық округте Көктас Ақтөбе акционерлік қоғамы және 56 жеке қожалық жұмыс атқаруда. Жыл сайын 6720 гектар жерге әртүрлі дәнді дақылдар егіледі. 1990 жылдары ауылымызда 56 трактор, 42 көлік машина, 56 комбайн, 46 жылқы, 1878 ірі қара, 5190 қой болған. 2004 жылы темір жол кешені ашылып, онда 30-дан астам отбасы басшылары, әртүрлі темір жол мамандық иегерлері жұмыс жасаған. Ауыл аймақ тұрғындарының әлеуметтік жағдайлары жылдан жылға жақсара түсіп, біршама көркейіп келе жатыр. Жаңа жұмыс орындары ашылып, жеке шаруа қожалықтары жағдайларын жақсартты. Қазіргі кезде Сарысай ауылында 1 орта мектеп, 1 шағын орталық балабақша, мәдениет үйі, кітапхана, шағын дүкендер бар. Теміржол кешені, Базальт А қиыршық тас заводы және Восход Орел жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері руда кені жұмыс жасайды. Ауылдың көптеген көзі ашық, білімді жастары, оқыған ауыл басшылары, ақсақалдар, мұғалімдер, көптеген ұстаздар жұмыс атқарады. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысыны басталғанда ер азаматтарды әскер қатарына шақырып, майданға аттандырды. Одан аман-есен оралғандар да болды. 1954-1958 жылдары тың игеруде ауылдың өмірі өзгере бастады. Біздің ата-әжелеріміз оған көп көмектерін тигізді. Қазіргі таңда ауыл әкімі
Кушмағанбетов Алмат Жақсымбетұлы. Ол әкімдік